Құрметті қазақстандықтар, енді менің бүгінгі қозғайын деп отырған тақырыптарымның бірі балалардың тірі жетім қалуы, қу жетім қалуы, тұрмыстық зорлық-зомбылық. Яғни бұл тұрмыстық зорлық-зомбылықты кім қалай түсінеді, ал әркім өзінің ойын айтады, әркімнің ойы әртүрлі. Менің ойым өзімнің ойым да айта кетейін сіздерге. Яғни мен мына Қазақстанда қазір өзіміздің елімізде қарапайым қазақпен қазақ қырылып жатыр, қазақпен қазақ төбелесіп жатырғандар, қарасаң қазақтар қаңғып жүргендер, әйтеуір бір айналып келгенде өзімізбен өзімізге келіспеушілік, әйтеуір бір азғантай ғана халықпыз, сонда бір әйтеуір бір басқа жақтан жаудай көреміз да. Кеше келген орыстарды олай көрген жоқпыз, шыны керек, бар ондайлар, төрлеріне кіргізіп, төрлерін беріп, 250 мың 300 мың ақшаларын алып, солардың қазақтарды теуіп жіберіп, дәлел өстіп. Енді қарап отырсақ, 250 мың 300 мың ол ақша қазіргі заманда, қазіргі мына продуктының көтерілуі 250 мың 300 мыңға Қазақстанда өмір сүре алмайсыздар сіздер. Оны екі жақтан жасау керек. Әйел адам, ер адам, былай жасасақ та бәрібір қазақ сол кредитке, әйтеуір бір кредитке жүгініп жатады. Енді ол орыс қазір бәрі кетеді, ертең кетеді деген сияқты. Енді білмейміз, кете ме, әлде олар өтірік істеп кіріп алып жатыр ма? Оны енді бір ақиқат өздеріне ғана, бірақ енді не үшін билік қимылдамай жатыр, не үшін билік ойламай жатыр, оны білмейміз. Дегенмен де жаңағы мына балалардың жесір қалуы, ата-анасыз өмір сүруі, яғни әкесіз өмір сүруі, анасыз өмір сүруі, яғни болады ғой кейбір балалар, например, 5 балалары бар, ана 5 балдармен квартирада жүреді, күйеуімнен ажырасып кетіп едім, сөйтіп кетіп едім. Енем күн көрсетпеді, енем бүйтпеді, енем сөйтпеді, енем айдап салды, енем бүйтті, енем сөйтті. Енді бұл жерде қазір көптеген бағдарламалар бар ғой, астарлы ақиқатты көріп жатырсыздар, тағы да деген енесімен күйеуі шығып жатыр, енесімен баласы, жаңағы әйелімен мамасы баласы шығып жатыр, келінім кетіп қалды, бүйтіп кетті, сөйтіп кетті, өзімен өзі кетіп қалды, келмей қалды деген сияқты. Енді жынды адам болмаса өзімен өзі кетіп қалатын. Қарапайым енді жынды емес адам үйінен 5 баласын тастап, 2-3 баласын тастап, ешқандай ана кетіп қалмайды. Оны түсіну керек адам деген. Қараптан қарап кетіп қалмайды. Яғни міне алақан бізде екі алақанымыз бар, иә? Дауысы шықпайды. Соқсақ қана дауысы шығады, тарс еткен. Екі жақтан да шығады. Яғни таяқтың екі ұшы бар деген сөз. Екі ұшы бар деген сөз. Сол себептен бұл жерде деген менің тікелей бірден айтып кетейін. Бұл жерде көпке топырақ шашпаймын. Бірден айтайын. Жаза беріңіз, комментарий жазып кетіңіз, жазасыздар, әрине қазір бұрыңыз былай жазғанда да кішкене ойланып жазу керек. Және де мен айтар едім, бұл жерде көп жастың арасына түсіп жатады, көбінесе енелер, мына жігіттің анасы. Яғни баласын қызғанып жатады, бүйтіп жатады, сөйтіп. Әйтеуір бір айдап салу, жаңа түскен келінді бір бауырына басу жоқ. Барлығыңызды айтпаймын. Қазір бізде Қазақстанда негізі аналар, ақжаулықты аналар, ақылды аналар бар, көп, әрине. Ақжаулықты аналар көп. Балаларын тәрбиелеп отырған, келініне есін беріп отырған аналар бар. Ол аналарға мен ештеңе айта алмаймын. Дегенмен де мен ешбіреуге бірдеңе айтатын құқығым да жоқ. Жай ғана мен айтар едім, мына ажырасып кетіп жатады ғой, бір келіннен көріп жатады көбінесе да. Ана айтқандай таяқтың екі ұшы бар. Бұл жерде қызғану басымшыл болады, бұл жерде көбінесе енелер балаларын қызғанып жатады. Енді біздер дүниеге Алладан бала сұраймыз, ұл сұраймыз, ұрпақ көбейтетін дейміз, иә? Ұрпақты көбейтетін. Енді сол ұлды әкелдік, сол ұрпақты көбейту үшін ұрпақ деген өзімен өзі қайдан пайда болады? Ұрпақ деген келіннен пайда болады. Келінді аласыздар, біреудің аяла өсірген, біреудің әлпеште өсірген қызын аласыздар. Ол сіздерге дайын өсіріп берді, тамағын кішкентайынан берді, асырады, сіздерге әп-әсемі періштедей қылып сіздерге ұстата қойды.
енді дегенмен де бұл жерде енелерге айтар едім, бұл жерде көпке емес әрине. Сіз асыраған жоқсыз бұл келінді, сіз өсірген жоқсыз, сіз аймалаған жоқсыз, оқытқан жоқсыз, тоқытқан жоқсыз. Сол себептен дайын келінді алдыңыз. Балаңызға әдемі дайын келіншек келінді. Енді бұл ұрпақ көбейтуші сіздің әйел адам болмаса бұл өмірде ұл да болмайды, қыз да болмайды. Ер адам болмаса да бұл өмірде бала дүниеге келмейді. Сол сияқты мен ешкімді бұл жерде балағаттамаймын, жамандамаймын. Тек жай ғана мына түсінсе екен деймін, енелер қазіргі енді адам бірінші біреуге ақылсыз, ақымақ, надан деп айтудың орнын айтайын, қаңғыбас деп айтып жатады ғой. Соны айтпас бұрын мен ойлаймын, кішкене адам өзінің бойындағы ақылына, кішкене ақылмен күресу керек, ақылын. Сол себептен өзін кішкене таразыға қойып ойланып, мен қандай анамын, мен қандай енемін деген сияқты. Баласын өте қызғанып жатады. Онда қызғандырсаңыз үйлендірмеңіз. Ол бала бәрін сүйгенін әкеледі. Сіз ұрпақ сұрадыңыз, ұл сұрадыңыз бұрын, енді ұлды болдыңыз, енді келін сұрайсыз, келінді боламын дейсіз. Сол себептен осы екі жастың бақытты болуын сіз тілесеңіз, балаңыздың бақытты болуын тілесеңіз, бұл жерде немереге де жесір қалмайды, тірі жетім қалмайды деген сияқты. Келін де жесір қалмайды, балалар да тірі жетім қалмайды. Қазір қарап өтсек қоғамда деген қарапайым бір кішкене ғана халық бізді көптеген бір шегінен асып жатқан халық емеспіз ғой енді. Қарап отырсақ, сол қазақ бірін-бірін қырып жатыр, келді біреудің қызын алып келді, әйда енесі де, оның баласы да әйдатып ұрып жатыр, түпелеп кетіп қалса білмеймін, егіп қалған. Әрине ол ұрған үйде ешкімге отырмайды. Мен айтар едім, егер сізге бірден қол көтерді ма, келіндерге айтар едім, жаным, қолын көтерді ма сіздерге қаттылап, я енеңізден қатты қабақ айдап салып отырды ма, сіздер ондай үйден қашып кетіңіз. Жоқ, болды. Бір қол көтерген еркек ол екі қайтара көтереді. Бізде әйелдер қандаймыз, шыдай береміз ғой, ұят болады, анау болады, мынау болады деп, жоқ. Қазір бұндай жоқ. Қазір енді қарасаңыз, ұят десе, ұятты білетін адам қол көтермейді, ұятты білетін ене біреудің қызын өзінің баласын айдап салмайды. Сол себептен сіздерде құқылысыздар, ұят дей бермей, сол ұятпен 5-6 баланы туып алады да, сосын әйда байым әлі ұрып жатыр, мені қазір ажырасып кеттік, бүйтіп кеттік, сөйтіп кеттік деп жатырғандар көп. Оны бір баладан кейін, яғни тіпті көтермей бала босанбай жатып сізге қол жұмсады ма, қазіргі заманда айтар едім, бұрындағыдай емес, қазір заман бұрынғыдай емес. Бұрын заман қандай болды? Бұрын заман рас. Бұрын енді олай өлтіріп тастау дегенді естімейтін едік қой. Қазір кәдімгі өлтіріп тастайды ғой. Барады да өлтіріп тастайды. Ана әйелін барады да өлтіріп тастайды. Өзі барады да түрмеге тартылады, балдары жетім қалады. Баланы ойлап жатқан ешкім жоқ. Бұл жерде главный бірін-бірін осып жеп алса болғаны. Ол ұят азғантай ғана қазаққа. Сонда айтар едім мен негізі қазақтарға, мына адам бірінші біреуден көрмес бүгін, бірінші өзінің бойына деген сияқты. Бұрындағы ақ жауапты аналарымыздай қазір аналар өте аз, енелер көп кетіп рақшашпаймын, бар, құдайға шүкір ондай енелер бар. Бірақ дегенмен де мен айтар едім, шашын қиыпстап, шалбар киіп, тырнақты өсіріп, тек мен бүйтемін деп келінмен тайталасқысы келіп, сөйтіп бүйтіп жүрген енелер, мен ойламаймын ондай енелер бір келінге керімді тәрбиесін беріп жатыр деп. Жоқ, келін енді көрген істейді ғой, енді қалай болған. Сол себептен бірінші біреуді ұрмас бұрын, біреуді не көрмес бұрын, жазаламас бұрын, кішкене өзімізді ойланайық дегім келеді. Сонда екі жастың ортасына түспесе, екі жас баланың бақытын ойласа, бала әрине ол мамасын ойлайды, аналарыңызды сыйлаңыздар, үлкен кісілерді сыйлаңыздар, оған мен ештеңе демеймін, ол біздің құқымыз. Дегенмен де кішкене енді әйелді алғасын жігіт деп ойлану керек. Семьясы өзінікі, ол анасымен, сіз анасымен ешқашан тұрмайсыздар, тұратыныңыз сүйіп алған жарыңыз, балаларыңыздың анасы, ол да ана деген сияқты солай түсінікпен өмір сүрсе, қазақ елінде мынандай бір ешқандай бір тұрмыстық зорлық-зомбылық, балалардың тірі жетім қалуы,
жакшы еді, қазақты жақсы көремін, қазақ елі бірге болайық, бір бірімізді жазаламайық, бір бірімізді азаптамайық деп келеді. Қазақтың жігіттері де қыздары да өте намысшыл болу керекпіз, және өте көрген елден шыққанбыз ғой. Енді біздің аталарымыз, бабаларымыз өте көрген ғой, барлығында өте тәрбиелі. Сол сияқты айтар едім, енелерге де, жаңағы аналарымызға да, сіздерге де осындай әдемі болып келініңізді келіндей қабылдасаңыздар, қызым деп қабылдамай ақ қойыңыз. Ол сізге бәрібір қыз болмайды. Кішкене ғана ертең айқай шықса, қызым деген айтқан сөзіңізден өзіңіз ұялатын боласыз. Сол себептен келінді келін деп қана көріп, құрметтеп, келін ретінде көріп, ұрпағын жалғастырушы деп көріп сыйласаңыздар, отбасы бұзылмайды.